بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ولي الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد إمام صفي الرحمن المبارك فريدن الرحيق المختوم соңғы хош иіс атты кітабын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмір баянын оқуды ары қарай жалғастырамыз. Өткен сабағымызда біз сіздермен бірге ислам тарихына ең үлкен батыр Омар анху менен Хамза радиллаху анхудың исламдың қабылдағандығы жайында әңгіме қозғаған едік. Осы екі кісінің исламдың қабылдауы менен, әсіресе Омардың исламдың қабылдауы менен мұсылмандар өмірлерінде алғаш рет намазды көрсетіп оқыды. Алғаш рет ислам дінін уже жария жеткізе бастады. Сөйтті де енді бүгінгі осы үлкен екі батыр исламды қабылдағаннан кейін мүшриктер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға зияндық берулерін, мұсылмандарға зияндық берулерін тоқтатты. Неге? Өйткені олардың артында екі үлкен батыр кісі бар, Хамза менен Омар бар. Егер де мұсылмандардың қайсы біреуіне тиіссе мүшриктер, немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға тиіссе, Омар менен Хамза оны тектен тек тастап қоятынын білген жоқ, біліп тұр да. Оларды қоя салмайды. Бәлкім не істейді? Қан төгуге дейін баратын болып тұр да екі батыр. Сөйтіп мұсылмандардың аспандары ашылды дейді. Алла Тағала оларға үлкен нығмет берді. Хамза менен Омардың исламын қабылдауы менен мұсылмандарға ең үлкен нығметтер келді дейді. Намаздарын көрсетіп оқимыз деп. Енді мүшриктер мынандай бір айлаға бара бастады. Ол қандай айла? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям азғыру. Зияндық бере алмайды. Мүшриктерге, мұсылмандарға зияндық бере алмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өлтіре алмайды. Енді не істейді мүшриктер? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды дүние ұсынып азғырғысы келді дейді. Бірақтан да ол мүшриктер білген жоқ дейді. Расында мына дүние Алланың алдында масаның қанатындай да салмағы жоқ екендігін білген жоқ дейді. Масаның қанатындай да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, егер де дүние дейді Алланың алдында масаның қанатындай бір қадірі болғанда еді дейді, кәпірге бір жұтым су да бермес еді дейді. Бір тамшы су бермес еді дейді. Алла оны қызғанатын еді дейді. Бірақтан Алла Тағала дүниені қызғанбайды. Мұсылманға да береді, кәпірге де береді деп отыр. Хадистерде риуаят етіледі, бір күні Утба ибн Рабиа, мүшрик кісі ғой. Мүшриктердің төресі, Құрайыштардың төресі. Бір күні Утба ибн Рабиа Құрайыштардың қастарына келді дейді. Яғни беделді адамдарға келді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Қағбаны 7 рет айналып, Қағбаның алдында отыр еді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Қағбаның алдында отыр еді дейді. Бір кезде Утба ибн Рабиа Құрайыштардың жанына келіп былай деп айтты дейді: "Ей жігіттер, бар Мұхаммадпен сөйлесейін бе" деп айтты дейді. Не дейсің оған? Мүмкін ол дүние қалап жүрген шығар біздерден. Мүмкін бір атақ, мансап, билікті қалап жүрген шығар. Мүмкін арамызда басшы болғысы келетін шығар. Мына қасымызға отырып бізбен бірге үкім шығарғысы келетін шығар. Бір сөйлесіп көрейін да дейді да. Сонда барлығы айтты дейді: "Болды, барсаң сөйлесіп қайтсаң, сөйлесіп қайт" деп айтты дейді. Сонда Утба ибн Рабиа Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жанына келді дейді. Утба бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ағайыны да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жанына келді де: "Ябна ахи" деп айтты дейді. "Ей бауырымның баласы, мені тыңдашы" деп айтты дейді. "Мен саған бір нәрсе айтайын" деп айтты дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айт дейді. Сонда Утба ибн Рабиа әңгімені жоғары жақтан бастап келді дейді. "Ей Мұхаммад, бауырымның баласы" дейді. "Кезінде біздер өте жақсы өмір сүріп жүрген едік" дейді. "Бәріміз сол бір құдайға табынып жүрген едік" дейді. "Ана пұттарға табынып жүретін едік. Бәріміз сол арақты ішетін едік" дейді. "Сенің де ағайындарың соны жасайтын еді" дейді. "Тым жақсы өмір сүріп келе жатқан едік" дейді. "Сөйттің де сен келе қалдың" дейді. "Біздердің болашағымыздың баршасын бұздың" дейді. "Құдайларымызды өтірікке санадың, дініміздің бәрін өтірік деп айттың. Біздің аталарымыздың істеген ғибадаттардың бәрін қателесті деп айттың. Пұтқа табынған бәрін қателесті деп айттың" дейді. "Ей Мұхаммад, мен саған бір нәрселерді ұсынайын. Ұнаса сол нәрселерді қабылдашы" деп айтты дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қуанып кетті дейді. Утба мүмкін ана исламды қабылдап қалатын шығар. Яғни шарттарын орындасам, енді дұрыс бір шарттар қоятын шығар. Сөйтіп соны тыңдап көрейін, егер де қабылдасам исламды қабылдап қалатын шығар деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үміттеніп қалды да. Сөйтті жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Құл я Абул Валид, асма" деп айтты дейді. "Ей Валидтің әкесі, айт, тыңдаймын" деп айтты дейді. Не айтқың келеді дейді. "Айта қойшы" деп айтты дейді. Сонда Утба ибн Рабиа былай деп айтты дейді: "Ей Мұхаммад, егер де сен мына соншама істеп жүрген фитналардың баршасынан" дейді, "дүние керек болса" дейді саған, бәріміз әрбір үйден белгілі бір ақшаны жинайық та саған берейікші" дейді.
Сөйтті арамыздағы ең бай адам сен бола қойшы дейді. Ал егерде сен басшы болғың келсе дейді, сені өзіміздің қасымызға отырғызайық, осы Меккеде сен ғана үкім шығаршы дейді. Сенің сөзіңді тыңдайық, сен бастық бола қойшы деп айтты дейді. Не істей аласың деп айтты. Егерде сен ауру болсаң, ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, бәріміз ақша жинайық, әлемдегі ең мықты дәрігерлерге апарайық та сені емдейікші деп айтты дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Утбаны соңына дейін тыңдап алды дейді. Утбаны соңына дейін тыңдап болғаннан кейін Утба сөзін бітірді дейді. Сені емдетейік деп айтты да. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Утбаға былай деп айтты дейді. Утба, болдың ба деп айтты дейді. Болдың ба? Утба, иә, болдым деп айтты дейді. Енді менің сөзімді тыңдашы деп айтты дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Утбаға. Сөйтті де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Бисмиллахир-рахманир-рахим, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын деді де Фуссилат сүресін оқи бастады дейді. Хамим, мағынасын Алла ғана білуші. Тәнзилу минар-рахманир-рахим, мына кітап ұлы мейірімді, аса қамқор Алланың тарапынан түскен кітап. Китабун фуссилат аятух, мына Құранның дейді аяттарын Алла Тағала айтады, біздер бөліп түсіндіріп қойдық. Араб тілінде сендерге түсінулерің үшін, ақыл жүгіртулерің үшін сендерге түсіндіріп қойдық. Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, біз сені мына бір әлемге ескертуші, сүйінші қылып жібердік. Бірақтан да сені көбісі тыңдамай, сенен бет бұрып кетті. Сөйтіп олар саған былай деп айтты дейді мүшриктер: ей Мұхаммед, сен бізге қаншалықты уағыз айтсаң дағы, біздің жүрегімізде сенің уағызыңа деген бір перде бар, бәрібір қабылдамаймыз деп айтты дейді. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Құран аятын оқып, осыны қайта оқыды да орнынан тұрып кетіп қалды дейді, ренжіп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Неге? Өйткені адам дұрыс бір шарт айта ма деп ойласа, дұрыс бір варианттар айта ма десе, әлгі кісі дініңді тоқтат деп айтып тұр да. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы аяттарды оқып берді дейді. Сонда Утба әлгі Құран аяттарын оқыған кезде, тыңдаған кезде дейді, соншалықты беріліп кетті дейді. Екі қолын артқа қарай біреп тақап алды да бір кезде тыңдап отыр дейді, беріліп кетті дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сәжде аятына келді дейді. Фуссилат сүресінде сәжде аяты бар ғой. Сәжде аятына келді де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сәжде қылды дейді. Сөйтті де Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сәжде етіп болғаннан кейін, ей Абул Валид, Валидтің әкесі, менің оқығанымды тыңдадың ба деп айтты дейді. Иә. Ары қарай өзің қара деп айтты дейді. Мен мына бір аятта, яғни Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып тұр ғой, соншалықты айтқысы келгені, мен сендерден дүние керек емес деген нәрсе айтып тұр ғой. Сонда Утба өзінің қауымына Құрайшықтарға барды да былай деп айтты дейді. Алланың атымен қасам ішіп айтайын деп айтты дейді. Утба түрі өзгеріп кеткен, ана жаңағы Құрайшықтар мүшриктердің арасында болған кезде. Бәрі Утбаға қарап, ей Утба, не болды, түрің өзгеріп кетті, сарғайып кеткен, не болды саған деп айтты дейді. Сонда Утба былай деп айтты дейді. Валлахи, Алланың атымен қасам ішіп айтайын, бұндай сөзді мен бұрын соңды естіп көрген емеспін дейді. Құран аяттарын айтып тұр ғой. Валлахи, Мұхаммад ешқандай бір сиқыршы емес дейді. Өйткені мен сиқыршылардың сүпіл дегенді білем, үпіл дегендерін де білем дейді. Мұхаммад ешқандай бір ақын да емес дейді. Мен ақындардың сөз ұйқастарын да естігем, олардың мағыналарын да естіп көргем дейді. Валлахи, Мұхаммад ешқандай бір палшы да емес дейді. Жындармен де араласпайды ол дейді. Өйткені жындармен араласатын адамдардың сөздерін де білем, не деп айтарын да білем мен деп айтты дейді. Сөйтіп Утба арабтарға былай деп айтты дейді, мүшрик жаңағы Құрайшықтарға: егер де сендер мынаның дінін қабылдайтын болсаңдар дейді, біліп қойыңдар, бір замандар келеді дейді, бүкіл әлем осы Мұхаммадтың артынан еретін болады дейді. Сол кезде жер бетіндегі ең бақытты адам сендер боласыңдар дейді. Сонда бүкіл Құрайшықтар: ей Абул Валид, ей Утба, Мұхаммад тіліменен сені де сиқырлап тастапты ғой деп айтты дейді. Мүшриктер негізінде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ақиқат пайғамбар екендігін білген, бірақтан не тәкаппарлығы соған жібермеген екен. Көрдіңіз. Басқа бір риуаяттарда, енді қараңыз, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оларға дүние де керек емес, басқа да керек емес деп, я жоқ деп те айтқан да жоқ та. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Құран аяттарын оқыды да кетіп қалды. Сөйтті де мүшриктер, Құрайшықтар өздері жиналып, ей, осы бір топ болып Пайғамбарымыз Мұхаммадқа барайықшы деп айтты дейді. Мұхаммадтың өзіне барайық та не керек екендігін сұрайықшы дейді. Ол бізге я дегенде жоқ, дүние керек деп те айтқан жоқ, керек емес деп те айтқан жоқ дейді. Бәлкім бір не түсініксіз бір аяттарды оқыды да, сиқыр ретінде аяттарды оқыды да кетіп қалды дейді. Мүшриктер Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алдына келейікші деп айтты дейді. Мұхаммадтың өзімен сөйлейікші дейді. Сөйлесейікші онымен дейді. Не қалайды екен? Ол бізге дүние қалаймын деп те айтқан жоқ, керек емес деп те айтқан жоқ дейді. Барайық та
асықпай Мұхаммадпен отырып сөйлесейікші деп айтты дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Қағбаның алдында отыр еді. Баяғыда негізі әдет екен. Адамдар Қағбаға келген кезде Қағбаны 7 рет, бір рет тауаф етіп алады екен да. Қағбаны 7 рет тауаф етіп алады екен. Содан кейін барып отырып әңгімелерін айтады екен. Меккедегі жағдай сондай. Сіз Меккеге барасыз ба, Меккеге ихрамсыз кіруге болмайды. Меккеге ихрамсыз кіріп кеткен адам күнәһар болады. Ол адамға бір қойды құрбандыққа шалу керек болады. Және артқа қайтып, қайтадан ихрам киіп, қайтадан кіру керек болады. Және Меккеге кірген кезде ең бірінші жасайтын амалыңыз бұл тауаф болу керек екен. Тауафқа дейін еш нәрсе жасауға болмайды. Сонда дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Қағбаны 7 рет тауаф етті да, бір кезде Қағбаның жанына келіп отырды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ғибадатын жасады да, шам уақыты болғаннан кейін, күн батқаннан кейін орнынан тұрды да үйіне қарай кетіп қалды дейді. Мүшриктер жиналды. Құрайшықтар бәрі жиналды. Мұхаммадпен сөйлесейік дейді. Өткенде Утба жөнделіп сөйлесе алмады мен дейді. Қазір Мұхаммад шақырайық та сөйлесейікші сонымен. Не қылайды екен, соны сөйлесейікші дейді. Сөйтеді да 15-20 шақыртысы мүшриктердің ең төрелері, мүшриктердің ішінде ең атақты беделділері, Абу Лахаб, Абу Жахил секілді мықтылары отырды да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күтті дейді. Арасына біреуін жіберді дейді, бар да Мұхаммад шақырып келші деп айтты дейді. Сонда бір адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам есігінің алдына келді, есігін қағып, ей Мұхаммад, сені ар жақта Құрайшықтардың ішінде төрелері шақырып жатыр дейді. Неге? Сенімен сөйлескісі келіп жатыр екен дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әкесінің інілері ғана бәрі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қуанып кетеді ғой. Әкелерінің інілеріне что-то бір нәрсе болды ау дейді. Бұлар жақсы жаққа қарай өзгерейін деп отыр ау дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дереу киімін киді дейді, аяқ киімін киді де Қағбаның алдына жүгіріп келді дейді. Сөйтті де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Қағбаның алдына жүгіріп келді де, айтыңдар, тыңдап тұрмын деп айтты дейді да. Сонда жаңағы мүшриктер Утбаның айтқанын қайталап берді дейді. Ей Мұхаммад, мүмкін сен Утбаның бір адамның айтқанына сенбей қалған шығарсың дейді. Бәріміз осы Меккедегі бүкіл патшалар саған айтайықшы дейді да. Дүние керек па? Менікін ала қойшы. Ең бақытты адам сен болшы, ең бай адам сен болшы Меккедегі. Әйел керек па? Меккедегі ең сұлу қыздарды сен ала қойшы дейді да. Саған не керек? Басшылық керек па? Саған бер деп өзің үкім шығар. Не керек саған? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қаншама қуанып келгені, соншалықты айтқан сөзі осы ма деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ренжіп қалды да былай деп айтты дейді. Сендер маған не айтып жатсыңдар дейді. Ма бима тақулун. Сендер айтып жатқан нәрсеге мен біреуіне де мұқтаж емеспін дейді. Дүниеге де мұқтаж емеспін, әйелге де мұқтаж емеспін деп айтты. Валлахи мен сендерге дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, дүние сұрап, басшылық сұрап келген емеспін дейді. Алла Тағала мені сендерге ескертуші қылып жіберді дейді. Маған Құранды түсірді дейді. Сендерге ескертуші, күнәларыңды тоқтат деп жіберді дейді. Сүйіншілеуші қылып жіберді дейді. Мен Раббым тараптан келген миссияны орындаймын дейді. Сендерге насихатымды айтамын дейді. Егер де менен қабылдаған болсаңдар, исламнан қабылдаған болсаңдар, дүниеде және ақыретте жетістікке жетесіңдер дейді. Ал егер де исламдан қабылдамасаңдар, мен сабыр етем Алланың маған берген сынағына дейді. Алла бір үкім бермейінше, қиямет болмайынша, яғни менің өлімім келмейінше, мен осылай сабыр етемін деп айтты дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сонда дейді, мүшриктер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға зияндық бере алмайды. Тағы да айла жасап көргісі келді дейді. Сонда мүшриктер ертесі күн тағы да келіп Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға былай деп айтады дейді. Ей Мұхаммад, сенің дініңе иман келтіреміз деп айтты дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қуанып кетті дейді. Бірақ бір шартымыз бар деп айтты дейді мүшриктер. Қандай десе, Құдайың айтшы дейді. Құдайың айт дейді. Тауларды жүргізсінші дейді да көз алдымызша. Және дейді, мына жерді жүргізсін дейді. Жердің астынан бұлақтарды шығарсын дейді. Және біздердің аталарымызды тірілтіп берсен деп айтты дейді. Әсіресе Қосай ибн Килабты, ең үлкен атамызды, бабамызды тірілтіп бер деп айтты дейді да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ренжіді де, ей, мен сендерге ол үшін келген емеспін. Мен ондай нәрсені жасай алмаймын. Мен сендерге ескертуші. Мүшриктер тағы да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады дейді. Егер де сенің дінін қабылдаймыз, бірақ сен мына нәрсені жасасаң дейді. Ол не? Бізге періштені өз кейпінде көрсетші деп айтты дейді. Періште келсін сен қасыңа дейді. Жибрил келсін дейді. Және дейді, ол Жибрилдің оң қолында жәннаттары болсын дейді. Сол қолында алтыннан және күмістен болған бау-бақшалары, үлкен-үлкен үйлері болсын деп айтты дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы да айтты дейді. Ей, Құрайшықтар, ей, ағаларым, Алла Тағала мені ондай мақсатпенен жіберген жоқ деп. Тағы да бүйтіп мазақ қылды дейді. Мүшриктер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды.
Ey Muhammed, егерде Раббың ақиқат бар болатын болса дейді, аспанның есігін ашып жіберсін онда дейді. Бүкіл жұлдыздарды жер бетіне түсірсін дейді. Азабын түсірсін біздерге дейді да. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ренжіп тұрды да былай деп айтты дейді. Алла қаласа оны да істейді дейді. Оны да істейді дейді. Сонда дейді, мүшриктер былай деп айтады дейді. Ей Мұхаммед, егер де сен бұлардың біреуін де жасай алмайтын болсаң, онда біз сенімен отырып сөйлесудің еш мәні жоқ екен деп айтты дейді. Сонда дейді, үстіп жалғаса берді дейді, әзілдері, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әзілдері, өтірік әңгімелері жалғаса берді дейді. Бір күні Абу Жахил, Абу Жахил бұл надандықтың әкесі деген сөз да. Негізгі шын аты Хакам. Ол кісінің аты Хакам да. Хакам деген сөз дана деген мағынаны білдіреді. Өте дана жігіт болған ғой негізі Абу Жахил. Бірақтан да кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға көп қарсы шыға бергеннен кейін білімсіздіктің әкесі деп атаған екен оны. Өте надансың сен деп атаған ғой енді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мүшриктерге қайта-қайта құрайыштықтарға өстіп дінді ұсына бергеннен кейін бір күні Абу Жахил қатты ашуланып кетті дейді. Тәкаппарлығынан мінді да былай деп айтты дейді. Ей құрайыштықтар деп айтты дейді. Мен Мұхаммедті өлтіремін деп айтты дейді. Біздің дінімізді боқтады, аталарымызды қателесті деп айтты. Енді дейді, мен шыдай алмаймын дейді. Абу Жахил айтты, мен шыдай алмаймын дейді. Үлкен бір тасты аламын дейді қазір. Мұхаммед сәждеде отқан жерінен барамын да басынан ұрып, басын жарып өлтіріп тастаймын дейді. Егер де шамаларың келсе дейді, Мұхаммедтің ағайындарынан ана Абу Талибтан мені құтқарып алыңдар дейді, ажыратып алыңдар дейді. Шамаларың келмесе, мен өлсем өліп кете салайын, бірақ мына Мұхаммедті өзімен бірге алып кетемін деп айтты дейді. Сонда құрайшықтар жаса деп айтты дейді да. Сен құтқарып аламыз, жаса деп айтты. Абу Жахил ертесі күні таң атқан уақытта дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Қағбаның алдына келіп, 7 рет тауаф етіп болған пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Қағбаның алдына отырды дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келіп отырғаннан кейін Абу Жахил жерден үлкен бір тасты алып келді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сәждеге кеткен кезде Абу Жахил ана тасты алып келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға енді жақындай берген еді үлкен таспенен. Бір кезде қолындағы тас түсіп кетті дейді, өзімен өзі. Қорқып артқа қарай шегінді дейді. Бұрын соңды олай қорықпаған Абу Жахил дейді, артқа қарай құлап тұрып қашып отыр дейді. Бүкіл құрайыштықтар, ей Абу Хакам, ей даналықтың әкесі, не болды саған? Не болды саған деп айтты дейді да. Кеше ғана уәде беріп отқан ең, мынаны өлтірем, Мұхаммедті өлтірем деп айтқан ең, не болды саған деп айтты дейді. Соны Абу Жахил айтады дейді, валлахи дейді, қолыма тасты алып, Мұхаммедқа енді жақындап келе жатқан едім дейді. Оны менің арамда дейді, үлкен бір түйе пайда болды дейді. Қап-қара екен дейді. Бұрын соңды ондай түйені көрмегенмін дейді. Ана түйенің басының үлкендігі соншалықты дейді. Мойнының жуандығы соншалықты дейді. Анандай түйені мен көрген емеспін дейді. Әлгі түйе бақырып тұрып мені енді жұтып ала жаздады дейді. Мені өлтіріп қоя жаздады дейді. Содан қорқып қашып кеттім дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, негізінде ол түйе Жибрил еді дейді. Егер де Абу Жахил маған тағы да бір қадам жақындағанда еді дейді, Жибрил оны өлтіретін еді дейді. Абу Жахилді өлтіретін еді дейді. Көрдіңіз бе? Жибрил алейхиссалам кейбір кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға адамның кейпінде, жануардың кейпінде түсе беретін болғанда, көрдіңіз бе? Қараңыз, енді дүниені ұсынып көрді, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға қабылдамады. Әйел ұсынып көрді, қабылдамады. Басшылық ұсынды, қабылдамады. Емдетейік деді, ол да болмады. Өлтірем деді, ол да болмады да. Енді мүшриктер әйтеуір тоқтату керек қой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды. Мынандай бір қулыққа барған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға мүшриктер келіп былай деп айтады дейді. Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, болды дейді. Біз сені түсіндік дейді. Сен біздің дінімізге өтпейді екенсің дейді. Көзіміз жетті дейді. Және біз де сенің дініңе өтпейміз, көзің жеткен шығар дейді. Иә дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, иә дейді. Енді не істейміз дейді, енді не істейміз. Сонда мүшриктер айтады, ей Мұхаммед, онда бүйтейікші дейді. Бір жыл біздер сенің дініңе, сенің құдайыңа табынайық дейді. Сол бір жыл өткеннен кейін, бір жыл сен біздің құдайларымызға табын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға мына бір аят түскен екен. Кафирун деген сүре. Құл я айюхал кафирун. Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, айт оларға, ей кәфірлер деп айтты. Ла а'буду ма та'будун. Сендердің табынып жүрген нәрселеріңе мен мүлдем табынбаймын. Ва ла антум а'бидуна ма а'буда. Және мен табынып жүрген нәрсеге сендер де табынбайсыңдар дейді. Ва ла ана а'бидун ма абадтум. Және сендер табынып жүрген нәрсеге мен өмір бақи табынған емеспін дейді. Бұрын соң табынған емеспін дейді.
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدَ. Және сендер де мен табынып жатқан Құдайға табынбайсыңдар. لَكُمْ دِينُكُمْ. Сендер өздерінің діндерін ұстана беріңдер. وَلِيَ دِينِ. Менің өзімнің дінім бар деп айтты дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы 6 аяттық сүре түсті дейді. Яғни ондай қулыққа бармақ қойыңдар. Яғни бір жыл сенің құдайың, одан кейін бір жыл біздің құдай. Жоқ. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тағы да бір аят түсті дейді. Құл афағайраллахи ta'мурунни a'буду айюхал жахилун. Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, оларға айт дейді мүшриктерге. Алладан басқа затқа табынуға маған бұйрық беріп тұрсыңдар ма? Ей білімсіздер деп айт дейді. Не деген білімсізсіңдер сендер деген ғой, көрдіңіз. Сонда дейді, мүшриктер пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды өзінің дініне де шақырып көріп болмады. Алдағысы келді, ол да болмады. Енді мүшриктер не істейді? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үстінен уже күле бастады. Сөйтіп мүшриктер пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға айтады дейді, ей Мұхаммед, сенің дініңді қабылдайық дейді. Бірақтан да мына Құран емес, мына Құран емес. Бізге басқаша Құран әкеп берші деп айтты дейді. Немесе мына Құранды ауыстырып әкеп бер деп айтты. Сонда Алла Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Құран аятын түсірген екен. Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, оларға айт, Құдай тараптан түскен кітапты мен ешқашан ауыстырамаймын деп айтты. Мен тек қана маған уахи қылған нәрсеге табынамын деп айтты дейді. Мен Раббыма қарсы келуден қорқамын, Раббымның азабынан қорқамын деп оларға айт дейді. Көрдіңіз бе? Енді қараңыз. Мүшриктер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды мүлдем азғыра алмады. Меккеде болып жатқан жағдай. Мына жері қызық енді қараңыз. Енді мүшриктер, меккелік мүшриктер, Мединеде баяғыда яһудилер тұратын болған екен. Мединеде баяғыда 3 тайпа тұрған. Мединенің тайпасы 2-ге бөлінетін болған. Аус және Хазраж, одан кейін яһудилер тұратын болған екен. Яһудилер тұратын болған ғой. Осы яһудилер жаңа мүшриктер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды тоқтата алмайды ғой. Сөйтеді бір күні мүшриктер үйсіп 20 шақты атақты адамдар отырып бір-біріне бүйтіп айтады ғой. Так, мына Мұхаммед тоқтата алмадық дейді. Дүние бердік болмады, үйттік болмады. Енді бүйтейік дейді. Арамыздан 2 жігіт дейді. Мединеге барсын дейді. Яһудилермен барып сөйлессін дейді. Сөйтсін олар дейді, бізге Мұхаммедті тоқтататын, Мұхаммедті позор қылатын, жауап бере алмайтын 3 сұрақ алып келіңдерші дейді ғой. Мұхаммед тоқтатайық дейді да. Бұны позор қылайық дейді. 2 кісі Меккеден Мединеге қарай барады. Мекке мен Мединенің арасы 350 километр. Жаяу. Сөйтті да әлгі 2 мүшрик Мединеге келді дейді. Мединеге келді да Мединелік яһудилардан былай деп айтты дейді. Ей Мединелік яһудилар, біздің қаламыздан бір жігіт шықты дейді. Есімі Мұхаммед дейді. Ол өзін пайғамбармын деп айтады дейді. Біздерге бір аяттарды оқиды, бір Құран аяттарын оқиды дейді. Бұрын сонда ондай аяттарды біздер тыңдап көрген емеспіз дейді. Соны тоқтататын біздерге бір жолды көрсетіңдер дейді. Біздерге бір сұрақ беріңдер дейді. Ол сұрақтар дейді, қасиетті кітаптарда жазылмаған сұрақтар болсын дейді. Не Інжілде де жоқ, Библияда да жоқ, Тауратта да жоқ та. Көрдіңіз бе? Ол кітаптарды сендер тек қана ұстаздарыңнан үйренген әлгі сұрақтарды, ұстаздарыңнан ғана үйренген бір 3 сұрақ беріңдерші дейді. Мұхаммед тоқтатайық дейді. Сонда яһудилер не дейді? Мұхаммедтен мына 3 сұрақ сұраңдар дейді. Біріншісі, үңгірді паналаған жігіттер жайында сұраңдар дейді. Олар қанша еді, қанша жыл үңгірді паналады, осы сұраңдар дейді. Екіншісі дейді, әлемнің шығысында, батысында жаулап алған, күшпенен жаулап алған пайғамбар туралы сұраңдар дейді. Сол жігіт туралы сұраңдар дейді. Үшіншісі, рух туралы сұраңдар дейді. Рух, адамның рухы бар ғой, жаны. Осы туралы сұраңдар дейді. Егер де осы 3 сұраққа Мұхаммед жауап бере алса дейді, онда ол ақиқат пайғамбар, оған еріңдер деп айтты дейді яһудилер. Ал егер де жауап бере алмаса дейді, онда ол өтірік пайғамбар, оны өлтіріңдер деп айтты дейді. Яһудилерден қарашы, өлтіріңдер деп берді. Әлгі 2 мүшрик Меккеге қуанып келді дейді. Охо, жиналды дейді. О, халайық, бәріңіз жиналыңдар. Мұхаммед шақырыңдар дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям шақырды. Мұхаммед, саған бір сұрағымыз бар деп айтты дейді. Саллаллаху алейхи ва саллям. Иә, осы 3 сұрақты қоямыз дейді. Жауап берсең дейді, біз саған иман келтіреміз. Жауап бере алмасаң, біз сені өлтіреміз деп айтты дейді. Сен онда өтірік пайғамбарсың. Қойыңдар деп айтты дейді. Бірінші сұрағымыз дейді, үңгірді паналаған жігіттер туралы айтып бер дейді. Олар қанша еді, қанша саны, қанша еді, және де қанша жыл үңгірді паналады. Сол туралы айтып бер. Екіншісі дейді, әлемнің шығысында және батысында
басып алған кісі туралы, жігіт туралы айтып бер, үшіншісі рух туралы айтып бер деп айтты дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Ертең жауап беремін деп айтты да. Бірақ қандай сөзді ұмытып кетті? Иншаалла деген сөзді ұмытып кетті да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ертең дәл осы жерде жиналыс деп айтты да. Осы жерде мен сендерге жауаптарымды айтамын дейді. Ертесі күні болып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам уахи түспеді. Жиналды дейді. Бүкіл мүшриктер жиналды. Мұхаммед шағында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жауап қайда деп айтты дейді. Ертең айтамын деп айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы да ертең деп айтты дейді. Тағы да иншалла. Осылайша 14 күн пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ертең деп айта берді дейді. 14-ші күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қатты уайымдады дейді. Уже қараңызшы. Жибрил алейхиссалам түспей жатыр оған қайта. Пайғамбар негізі әдеттенген ғой. Бір нәрсе болса не болатын еді? Жибрил алейхиссалам түсе беретін еді да, пайғамбар уахименен түсе беретін еді. Бәрін айтып бере беретін еді да. Бірақ бұл жолы Жибрил алейхиссалам түспей жатыр. Пайғамбар Жибрилге сеніп тұр, ол түсетін шығар деп. Бірақ Жибрил алейхиссалам түспей жатыр да. 14-ші күні пайғамбар қатты мұңға берілді дейді. Раббым мені тастап қойды ма екен деп айтты дейді. Раббым мені тастады ма? Енді мен өлем бе екен деп ойлады да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға 14-ші күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мүшриктерге иншаалла ертең жауап беремін деген еді. Алла Тағала 15-ші күні Кахф және Исра деген екі сүрені түсіріп берген екен. Аяттарын. Алла Тағала Кахф және Исра сүрелерінің бірінші аяттарында былай деп айтады. Алхамдулиллахи анзала аля абдихил китаб. Ең сүйікті болған қолына Құран кітапты түсірген Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, Раббыңа шүкіршілік деп айт. Ол кітапта ешқандай қателесу жоқ деп айтты дейді. Сонда Алла Тағала қараңызшы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 14 күн уайымдады ғой, неге Құран түспей жатыр? Әлде қиын ба екен? Шынымен де бұл жаңағы адамдардың үңгірде паналауы, олардың жаңағы қанша уақыт ұйықтағаны қиын ба екен деп ойлап қалды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Көрдіңіздер? Ауыр болып қалды ма екен осы хабар мен үшін деп. Сонда Алла Тағала Кахф сүресінің алғашқы аяттарында айтып тұр ғой. Ам хасибта анна асхабал кахфи вар рақим кану мин аятина ажаба. Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, сен ойлайсың ба дейді. Қайдағы жоқ бір 5-6 адамды үңгірге салып ұйықтатып қою, қаншама жыл ұйықтатып қою біз үшін қиын деп ойлайсың ба дейді. Сонда Алла Тағала Кахф сүресінде осы жігіттер туралы баяндайды. Ғалымдарымыз айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам менен Иса алейхиссалам екі ортасы дейді 606 жыл болған екен. 606 жылдан кейін пайғамбар саллаллаху дүниеге келген ғой. Көрдіңіз ба? Осы дейді Иса алейхиссалам дүниеден өткеннен кейін 150 жылдан кейін дейді әлемді бір патша басқарды дейді. Тарихшылар айтады, тафсирлерде. Әлгі патша дейді өзін құдаймын деп айтады екен. Кім исламды қабылдайтын болса, Иса пайғамбардың дінін қабылдайтын болса, ол ислам діні ғой. Соның бәрін өлтіре береді екен да. Сонда дейді жаңағы сол замандарда патшаның жылда бір рет ұйымдастыратын бір мейрамы бар екен. Әлгі мейрам болған кезде арақтар жаңағы үлкен бөшкілермен ішіледі екен. Зиналар жасалады екен. Біреуінің әйелмен біреуінің күйеуі жасай береді екен. Адамдар шешініп тұрып жүреді екен. Қаншама пұттарға табынады екен. Үлкен күнәлар жасалады екен да. Сонда сол замандарда дейді, ауылды жерде дейді, бір ауылды сол ауылда 7 жігіт болған екен. Бір-бірін танымайды дейді, жас балдар дейді. Олардың ең үлкені 17 жаста болды дейді. Әлгі мейрам жақындаған кезде дейді, әлемнің шығысынан және батысынан адамдар әлгі қалаға, империяға жақындайды екен да, мейрамға келуге. Енді ішеді, зина жасайды, рахат қой енді олар үшін. Сонда дейді, әлгі жігіттер дейді, не істерін білмейді дейді. Бір-бірін танымайды, көрмеген бір-бірін, қайсы иман келтіргендігін білмейді. Бүкіл елде, жер бетінде 7 адам иман келтірген да, қалғаны осы 7 екен. Сонда дейді, осы біртіндеп қалаға шыға бастады дейді, әлгі жас жігіттер. Сонда адамдар бұлай кіріп атса дейді, әлгі жігіттер шығып атыр екен да. Енді шығып атқаннан кейін жұрттар енді қақы бар жатсың деп айтпас үшін дейді, әлгі жігіттер қой бағып далаға қарай шығып кетті дейді. Сөйтті да бір кезде 7 сыртқа қарай шықты дейді. 7 бір-бірін танымайды. Ауылдың сыртына келді де бір 7 отырды дейді бір жерге. Бір-біріне сөйлейін десе бір-бірінен қорқып отыр. Неге? Тыңшыма деп қорқып отыр да бір-бірінен. Мына кім екен, құлақ екен деп қорқып отыр ғой. Сонда бір кезде арасында бір жігіт тұрды да былай деп айтты. Ей жігіттер, мына қаладан мені шығарып жіберген нәрсе сендерді де шығарып жүрді деп мен ойлаймын дейді. Яғни сендерге де мына күнә ұнамады, маған да осы күнә ұнамады. Сонда иә деп айтты дейді. Жігіттер қашайық деп айтты дейді. 7 жігіт.
Сонда Алла Тағала айтады, ей Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, олар үшеу деп айтады дейді. Төртіншісі ит болды деп айтады дейді. Бәлкім олар айтады дейді, бесеу болды, алтыншысы ит болды деп айтады дейді. Кейбіреулер айтады, олар жетеу болды, сегізіншісі ит болды деп айтады дейді. Біліп, оларға айт, олардың нақты санын Алла ғана біледі деп айтты дейді. Сонда сахаба кісі айтады, Ибн Аббас айтады, олар жетеу еді, ал сегізіншісі ит еді дейді. Иттермен бірге қашып шыққан ғой. Сонда дейді, әлгі жетеуі сегізінші итімен бірге қашып шықты дейді да қаладан. Сөйтіп бір кезде дейді, бір апта өтеді, екі апта өтеді, балдардың әке-шешесі іздейді дейді. Қайда? Мен балам қайда? Ана бала қайда? Ана. Бір кезде іздеу жарияланды дейді. Мынандай балдар жоқ қалада. Іздейді дейді. Баяғы замандарда қаланың ортасында үлкен бір тақта болатын болған ғой, жаңағы рекламалар келетін болған да. Пәленші жоғалды, пәленші не істеп жатыр деген секілді. Сонда сол жерге жазып қойды дейді. 7 жігіт, 8-шісі ит жоқ деп айтады дейді. Іздеңдер деп. Сонда осы жетеуі дейді, қашып келе жатып дейді, бір үңгірді көрді дейді. Бұл Иордания мемлекетінде болып отыр да. Бір кезде ана үңгірге паналады дейді. Үңгірдің ішіне кірді дейді. Қараңызшы, жетеуі ішіне қарай кірді да, бірақ 8-шісі ит есіктің аузында қалып қойды дейді. Сөйтіп бір кезде жетеуі ішке кіргеннен кейін әбден шаршаған, бір кезде ұйқылары келді дейді. Алла Тағала олардың құлақтарына, көздеріне ұйқыны берді дейді. Ұйқыға берілді дейді ана жігіттер. Сонда айтады, оң иығымен жатты дейді да бәрі. Осылайша олар 309 жыл ұйықтады дейді. Алла Тағала оларды 309 жыл ұйықтатқан екен. Күн, сонда ғалымдарымыз айтады да, адам баласы дейді, кез келгеніміз түнде дейді, заманауи медицинада айтылады, кез келген адам түнде кемі 20 рет аунайды екен төсекте. Біздер бар ғой, бірақ өзіміз оны сезбейді екенбіз. Егер де адам баласы бір халде ұйықтап қатып қалатын болса, өліп қалады екенбіз. Неге? Қан айналмай қалады екен денемізде. Бүкіл қандар, мысалы, мына артқа қарап жатып қалатын болсақ, бүкіл қан артымызға жиналып өліп қалады екенбіз да. Бірақ сол айналуменен өзіміз былай мына позада жатып, мына позада жатуменен денемізде қан циркуляция болып айналады екен. Сонда дейді, Алла Тағала аналарды дейді, күні бір түнде 2 рет айналдық дейді. Оңға және сол иыққа айналдырып отырды дейді. Сонда 309 жыл ұйықтағаннан кейін әлгі жігіттер оянды дейді, 309 жылдан кейін. Ұйқыларынан тұрған ет бір кезде бүйтіп айтады дейді, қанша ұйықтадық деп айтады дейді. Арасында біреу айтады дейді, жарты күн болмаса бір күн точно ұйықтадық деп айтады дейді. Бір күн, ары кетсе бір күн деп айтады дейді. Сонда қарындары ашып тұр дейді. Араларымыздан біреуді қалаға нан алып, тамақ алып келуге жіберейікші деп айтты дейді. Сөйтіп ол ақшаны алсын да барсын ешкімге білдіртпей барып бізге ең таза тамақ, ең халал тамақты алып келсін деп айтты дейді. Олар ойлап жатыр, не істеп жатыр? Баяғы заманда өмір сүріп жатырық деп ойлайды. Баяғы анау залым патшаның заманында өмір сүріп жатырық деп ойлады. Бірақ одан кейінгі келген патша, қазіргі патшалар дұрыс жігіт екен да. Исламның ұстанатын жігіт екен. Сонда дейді, ақшаларын жинады дейді. Баяғы ақшалар андай болған ғой енді, алтын күмістен, оның үстінде не болады? Патшаның суреті болған ғой енді. Біз баяғы замандарда патшаның суреті ілінетін болған ғой, таңбамен басып қояды ғой. Сонда күміс ақшаларын алып та қалаға қарай білдіртпей шығып кетті дейді. Араларына біреу шыққан ғой тамақ алып келуге. Сөйтіп бір кезде үңгірдің сыртынан шықса, что-то басқа жерде, баяғы кірген жеріне ұқсамайды дейді. Қалаға келсе басқа, мүлдем басқа дейді. Аналар айтты ғой, ең таза тамақты алып кел деп айтты дейді. Сөйтсе жаңағы ауылға келді дейді. Қалаға келді да дүкенге келді дейді. Нан сататын жерге келді дейді. Сөйтсе ең таза тамақ негізі ол нан болады екен. Көрдіңіз бе? Сөйтіп бір кезде нан алуға келді дейді. Ана нанды бер, мынаны бер, мынаны бер деп айтты дейді. Алды дейді. Бір кезде ақшасын берсе, 300 жыл алдың ақшаны беріп тұр дейді ана жігіт. Ана жігіт бүйтіп қарайды, сатушы қарайды дейді. Сен менімен әзілдесіп тұрсың ба деп айтады. Жоқ. Не мынау деп айтады. Ақша. Қайдағы ақша деп 300 жылдың ақшаны беріп тұрсың деп бетінен бір ұрды дейді ана ақшаны. Ана жерде айқай басталып кетті. Ана наубайшы дейді, дүкеннен шығып кетті. Ана ұрғысы келіп тұр дейді. Енді ескі ақша беріп тұр ғой, мысалы біз сіздерге біреу келіп қазір Абылай ханның ақшасын беріп тұрса, баяғы суретімен мысалы. Сіз де ашуланасыз ғой, дұрыс па? Сіз бір кезде қайдағы ақша мынау деп. Ана сөйтсе дейді, аналардың арасында, базардың арасында бір исламның жақсы ұстанатын білімді бір жігіт болды дейді, тарихты білетін. Жүгіріп келді дейді. 300 жыл алдыңғы ақша дегеннен кейін есіне түсіп кеткен ғой, ана 300 жыл алдыңғы жоғалған жігіттер деп. Жүгіріп келді, кімсіңдер деп айтты дейді. Біздер осындай жігіт едік. Сендер жетеу ме едіңдер деп. Я, сегізшісі ит па деп айтты. Я деп. 300 жыл алдын бар ма? Я, осындай деген патшаның заманында. Сонда дейді, патша келді дейді ана жерге. Бүкіл патша халқыменен дейді, әлгі жігітті көрген кезде, 7 жігіт үңгірлерінен шыққан кезде бүкіл
халық былай деп иман келтірді дейді. Ла илаха иллаллах анна Иса Расулулла деп айтты дейді. Набиулла. Иса Алланың елшісі деп бүкіл иман келтірді дейді. Сол жерде барлық иман келтірген бүкіл халық. 7 жігіт плюс 8-ші итімен қосып Алла Тағала жандарын алды дейді. Соны Алла Тағала айтып отыр, ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, осы үңгірді паналаған жігіттерді біздер үшін қиын ба деп айтты. Қиын деп ойлайсың ба дейді. Екіншісі дейді, әлемнің шығысында және батысында билеген Зілқарнейн, екі мүйіздің егесі, яғни шығыс пен батыста айтып тұр ғой. Сол туралы айтып берейік па деп айтты дейді. Алла Тағала Кәһф сүресінің аяттарын, соңғы аяттарын оқысаңыздар, сол кісі туралы баяндайды. Пайғамбар болды. Сонда ғалымдарымыз айтады, негізінде Зілқарнейн дейді, бұл Самарқанд жерінен шыққан кісі дейді. Түбі Самарқандық, Өзбекстандық дейді. Пайғамбар болған екен. Жердің шығысында, батысында егерген екен. Үшінші сұрағы, рух туралы ма деп айтты дейді. Алла Тағала айтады, «Құли руху мин амри рабби». Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, оларға айт дейді. Рухты Раббым ғана біледі деп айтты дейді. Мен сендерге үңгір егесі туралы айтып бердім, Зүлқарнейн туралы айтып бердім, бірақ та рухты Алла ғана біледі екен, мен білмейді екен деп жауап бер оларға дейді. Осы үш сұрақты қойды дейді пайғамбарымыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы үшеуіне жауап берді дейді. Көрдіңіз бе? Осылайша мүшриктер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жауап берген жауабына, бәрібір қанағаттанбай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға «Әбәз-залимуна илля куфура», бәлкім бәрібір мүшриктер, залымдар қарсы келулерін тоқтатпады дейді. Әй, сен бәрібір сиқыршысың ғой сен. Саған жындар кеп болсын бәрін айтып берді ғой деп айтты дейді. Мүшриктер. Көрдіңіз бе? Сонда дейді, ақырында болмағаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл сұрақтарға жауап беріп жатыр. Еш қайтпайды артқа қарай. Мүшриктер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салляммен өзара былай деп келісті дейді. Мүшриктер өзара былай деп келісті дейді. Ей, жігіттер, мына мұсылмандардың баршасын дейді, Меккеден шығарып жіберейік, қаладан шығарып жіберейік та, бұлармен еш саудада жасамайық, бұлармен некелеспейік, қызымызды да бермейік, олардан қыз да алмайық, оларға еш нәрсе сатпаймыз да, олардан еш нәрсе сатып та алмаймыз, аштықпен оларды өлтірейікші деп айтты дейді. Кім бұларды қолдайды? Абу Талиб па? Абу Талибпен қосып, Абу Талибпен де қаладан шығарып жіберейік, олармен ақылдасып, араласпайық деп айтты дейді. Көрдіңіз бе? Мүшриктер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды көкесі Абу Талибқа келді былай деп айтты дейді. Ей Абу Талиб, мына балаңды тоқтат, болмаса осындай жағдай деп айтты дейді. Сөйтті де Абу Талиб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды қорғаймын мен, өмірімнің соңына дейін қорғаймын деп айтты. Соңғы уақыттары 80-нен асып келе жатыр Абу Талиб. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Талиб және 200 шақты мұсылман Мекке қаласының сыртына қарай шығарып жібереді. Мүшриктер Меккеден шығарып жібереді. Сөйтеді де мынандай бір қағазға былай деп жазады ғой. Бисмикаллахумма, Аллахым сенің атыңмен дейді. Хат жазады. Хатқа былай деп жазып қояды, әлгі қағазға да. Мұсылмандарменен араласпаймыз, олардан қызды алмаймыз, оларға еш нәрсе сатпаймыз, олардан сатып та алмаймыз. Ақырында не істейміз оларды? Жаңағы аштықпен өлтіреміз деп айтады. Осы хатты жазған адам Надр ибн Харис деген мүшрик екен. Сонда дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы хатты жазған Надр ибн Хариске қарсы дұға қылған екен. Аллахым мынаның қолы істемей қалсыншы деп дұға қылған екен да. Қолы істемей қалды дейді Надр ибн Харис. Сал болып өлді дейді да соңында. Осыдан ары қарай иншалла келесі уақыттарымызды жалғастырамыз. Мұқият естіп білгендеріңізге Алла разы болсын. Алла білуші әріссен. Ва ахир дауана. Алхамдулиллахи раббил аламин.